Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымның тақырыбы функция графиктерін түрлендіру. Бүгінгі сабағымның оқу мақсаты функция графигіне түрлендірулер орындай алу. Яғни параллель көшіру, сығу және созу арқылы. Жалпы функцияның графиктерін түрлендіру екі түрлі формада жүзеге асады. Бірінші түрі функцияның графиктерінің формасы өзгеріссіз қалады, бірақ орындар ауысады. Яғни бұл параллель көшіру деп аталады. Ал екінші жағдай функцияның графиктерінің тармақтары және олардың биіктіктері немесе ұзындықтары өзгереді. Яғни бұл қысу немесе созу деп аталады. Жалпы y тең fx функция графигін түрлендірудің түрлерін қарастырайық. Бірінші жағдай бойынша функция графигі абсцисса осі бойынша параллель көшіру. Абсцисса осі бойынша параллель көшіргенде функция графигі оңға немесе солға жылжиды. Яғни функцияның графигінің формасы өзгермейді, тек орындары ауысады. Абсцисса осімен параллель көшіруге мысал келтірейік. Алдарыңызда y тең x квадрат функциясының графигі көрсетілген, яғни парабола. Параболаны x-тен 2-ні азайтқан кезде 2 бірлікке оңға жылжытамын және x-ке 3-ті қосқан кезде минус 3 бірлікке солға қарай параллель көшіремін. Бұл жерде плюс болған кезде және минус болған кезде қалай орнын ауысатынын сақтайық. Екінші мысалымызды қарастырайық. Y тең түбірасында x функциясының графигі берілген. Y тең түбірасында x плюс 1 және y тең түбірасында x минус 1 функцияларының графигін алуды қарастырайық. Бұл жерде арнайы кесте сызып, мән беріп есептеудің қажеті жоқ. Бүгінгі өткен сабағымызға байланысты абсцисса осімен функциялардың графиктерін оңға және солға параллель көшіру арқылы тез есептеп алуға болады. Ең алдымен жерде түбірасында x плюс 1, яғни минус 1 бірлікке солға қарай бастапқы функциямыздағы мынау берілген ерекше нүктелерді минус 1 бірлікке солға арқылы. Екінші жағдайда x минус 1 бірлікке x өсінің бойымен оңға қарай бастапқы функциямыздағы берілген ерекше нүктелерді 1 бірлікке оңға қарай жылжыту арқылы болады. Функциямыздың графигін ордината осі бойынша параллель көшіруді y тең fx функциясының графигі берілсін. Бұл жерде осы функцияға қандай да бір санды қосқан кезде біздің функциямыздың бастапқы графигі жоғары қарай бірлікке параллель көшеді. Ал қандай да бір санды функциядан азайтатын болсақ, онда ордината осі бойымен бірлікке төменге ордината осі бойынша параллель көшіру. Алдарыңызда көріп отырсыздар, y тең x квадрат функциясының графигі парабола көрсетеді. Осы бастапқы функцияның графигін плюс 1-ді қосу арқылы ордината осі бойымен 1 бірлікке жоғары параллель көшіреді. Ал екінші жағдайда минус 1,5-ті азайту арқылы функциямыздың бастапқы графигін төменге параллель көшіреді. Міне, осындай есептерді кесте пайдаланбай бірден есептеп графигін
функциямыздың графигін ордината өсіп параллель көшіру. Y тубырасында x функциясының графигі берілген. Y тубырасында x плюс 1, Y тубырасында x минус 1 функцияларының графигін алуды қажет. Ол үшін бастапқы функциямыздың графигінде 0-де 0 нүктесі. Мына жерде плюс 1 деген. Плюс 1 тубырасында x функцияға x-ке қатысы жоқ. Сондықтан бұл y-тің бойымен бір бірлікке жоғары параллель көшіру арқылы функциямыз. Бұл жерде көріп отырсыздар, 0-де 0 нүктесі 0-де 1 деген нүктеге жылжыған. 1-де 1 деген нүктеміз 1-де 2 деген нүктеге, ал 4-де 2 деген нүктеміз 4-де 3 деген нүктеге арқылы арасында. Екінші жағдайда y-тен тубырасында x минус 1, яғни минус 1 деген ордината өсі бойымен бастапқы функциямыздың бір бірлікке төмен бағытта жылжыту арқылы осындай есептерді тез жылдам графиктерін салуын сіздер үйрендіңіздер. Осымен бүгінгі сабақты қорытындылай келе, функцияның графигін түрлендірудің ордината өсі бойымен, егер d 0-ден үлкен болса, онда d бірлікке жоғары, ал d 0-ден кіші болса, онда d бірлікке төмен параллель көшіру арқылы функцияның. Ал екінші жағдайда ox өсінің бойымен b 0-ден үлкен болғанда теріс бағытта, яғни солға қарай, b 0-ден кіші болғанда оң бағытта b бірлікке параллель көшіру арқылы функцияның графигі болатынын біліңіздер. Осымен бүгінгі сабағым аяқталды. Қош, сау болыңыз.